Құрметті қазақ елі, ассалаумағалейкум. Ақтөбе қаласындағы Жалаңтөс Баһадүрдің ескерткішінің жанында тұрмын. Негізі достар, Ақтөбеде байқағаным көбінесе кіші жүздерге ескерткіш қойған екен. Мысалға Әбілқайыр, Есет, жаңағы Жалаңтөс, міне одан кейін жаңағы кім Бөкенбай батыр мысалға сол сияқты. Енді қараңыздар, Жалаңтөс Баһадүрдің біз кіші жүз әлім төрт қара екенін барлығымыз білеміз, иә? Бірақ бұл кісі Самарқанда жатқаннан кейін, себебі Самарқандың бұл әмірі болды кезіндегі біздің кіші жүздердің, менің емес, менің нағашыларым кіші жүздердің биі болған Әйтеке биге туысқандық қатысы бар, арғы аталарының бірі болып саналады негізі, бірақ прямой атасы емес, туысқандық қатысы бар. Енді қараңыздар, бұл кісі Самарқанда жатқаннан кейін өзбек әкелеріміз бұны алды да Жалаңтөс Баһадүр деді, кино түсіріп тастады. Біз Жалаңтөстен айырылып қалдық. Әңгіме осы. Міне Жалаңтөс Баһадүр Ақтөбеден жалынды сәлем.